қарағанда көңіл күйі жақсы сияқты. TikTok түсірсе жақсы десеңші. Иә. Жаман естіге де жоқпын бүгін түсіреміз. Көңіл күйіңіз бәрі күшті. Жаман емес. Жақсы. Жаңа үміткеріңізді күтетін болдыңыз. Үміткер келіп. Үміткеріңіз келді. Жаңа үміткер келді. Қабылдап жатсыз. Қалай екен? Жаман емес. Аты кім екен? Алмас. Жасы қаншада екен? Оның бәрін айтуға болмайды десе. Неге? Айтуға болмайды. Қалай айтуға болмайды? Эфирдегі адам. Сіз білмейтін сияқтысыз бірақ. Жасырып тұрғаныңыз қалғанда бәрі білсе де сіз қанша жаста? Қанша жаста? Айтуға болмайды. Қай жақтан жүреді? Руы қандай? Местный жігіт қой. Руы қандай? Білмейді. Жігітпен танысқанда не сұрайсыз сонда сіз? Жасын білмесең. Нұржан, сіздің көңіл күйіңіз күшті сияқты бүгін. Не себеп оған? Үміткеріңіз бар ма әлде? Үміткерім жоқ. Үміткеріңіз жоқ. Бүгін пандемик қой. Кешеден алдық, бүгін күшті болып тұр. Күшті ұйқыңыз қанып, қаңғымай күшті ұйықтап келдіңіздер. Вообще қанған жоқпын мен кеше. Бүгін ақпарат келіп тұрса, одан кейін сенбеңіздер. Менен вообще ақпарат келмейді. Сенімдімін. Жарайды енді. Менде мынандай сұрақ болып жатыр. Ер адамдардың және әйел адамдардың жұмысы деп мамандықты болсын, үй тірлігін болсын бөлуге бола ма? Болады, иә, бөлуге. Қалай ол? Мысалы, сіз еден жуу, андай босанып жатқан кезде, ауырып больницада жатқан кезде көмектесуге болады, бірақ 100% әйелдің тірлігін мен істеймін деп істеуге қате. Былай көмектесуге болады. Ал әйел адамдардың сондай бір құрылыс дейміз ғой, сондай салада жұмыс істегеніне қалай қарайсыз? Ауыр ғой негізі, әйел адамға ауыр құрылыста жұмыс істеу. Демек, әйел адам әйелдің, ер адам ердің жұмыс істейді. Иә, солай. Көмектесу. Ал Арунаның көңіл күйі қалай екен? Керемет. Нұртаспен танысып қалай болып жатыр? Бәрі дұрыс па? Иә, шүкір барлығы. Бұрынғыдай кикілжіңдер, түсініспеушіліктер болып тұрады. Сонымен сол жаңағыдай ғой. Айтатын жаңалықтарымыз негізі көп. Күшті бір моменттер болғаны бар. Соны берсе ортаға шыққанда айтамын. Жақсы жаңалық па ол? Жақсы, иә. Демек, жазға дейін ұзатып жүреміз сізді. Жазға дейін немесе бір күздердің уақытында шығар. Әңгімелер болып жатыр. Дұрыс екен. Жалпы, мен бегі бүгін сұрақ, Нұртастың өзі келе жатыр. Әйел адамның, ер адамның жұмысы деп бөлуге бола ма? Негізі, білмеймін енді. Я деп ойлаймын негізі. Я деп ойлайсың. Бөлу керек. Бірақ енді көбіне бірлесіп істеген жұмыс жақсы ғой. Жұмыстың қиыны жоқ, үйге келген кезде. Бәрін бірге істей аласыз. Lighten up, take me on your magic river.